Бәріне сәлем тапқыр достар. Бүгін мен сіздерге көптеген қызықты сұрақтар қоятын боламын. Сіздер бұл сұрақтарды өмірде кездестірулеріңіз де мүмкін. Барлығы 30 сұрақ. Табуға 7 секунд беріледі. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңырауын басып кетейік. Қанекей, сіз қаншалықты ақылдысыз? Осы видеода тексерейік. Ал мен бастаймын. Қанекей, бірінші сұрақ. Японияның астанасы қандай? Оңай болды деп ойлаймын. Жауабы Токио. Келесі сұрақ. Бірінші дүниежүзілік соғыс қай жылы басталды? Жауабы 1914 жылы. Қай жануар Австралияның символы болып табылады? Дұрыс таптыңыз деп ойлаймын, бұл кенгуру. Күн жүйесіндегі ең үлкен планеттан қайсы екенін айта аласыз ба? Жауабы Юпитер. Өзіміз күнде көретін электр шамды кім ойлап тапты? Дұрыс таптыңыз, Томас Эдисон. Жер атмосферасында ең көп таралған газ. Бұл газ атмосфераның 70 шақты пайызын алып тұр. Жауабы азот. Дұрыс тапқан шығарсыздар, я? Ал мен келесіге көшемін. Қайсы химиялық элемент феррум деп белгіленеді? Бұл темір. Жылдың қай айында күндер аз? Дұрыс таптыңыз деп ойлаймын, бұл ақпан айы. Адам ағзасындағы қай мүше қанды сүзуге және зәр шығаруға жауап береді? Жауабы бүйрек. Қай жануар ақш-тың символы болып табылады? Дұрыс таптыңыз, бұл бүркіт. Ең жеңіл химиялық элементті атаңыз. Жауабы сутегі. Айдың күнді толығымен жауып тұру процесі қалай аталады? Күннің тұтылуы. Қай қала ғашықтар қаласы деп саналады? Бұл Париж қаласы. Аталған елдердің қайсысы ең үлкен аумаққа ие? Аумағы ең үлкен болып тұрған Канада. Ең терең мұхитты таба аласыз ба? Әрине, бұл Тынық мұхиты. ақш-тың ең бірінші президентін табыңыз. Жауабы Джордж Вашингтон. Мына жануарлардың қайсысында ең үлкен ми? Жауабы піл. Ал тәттіге келейік. Балдың жарамдылық мерзімін білесіз бе? Балдың жарамдылық мерзімі шексіз. Ересек адамдарда қанша тіс бар? Барлығы 32 тіс. Ең бірінші айға ұшқан елді айтыңыз.
Ең бірінші айға Америкадан шыққан. Кола ең алғаш не болғанын білесіз бе? Иә, кола басында сироп ретінде қолданылды. Әлемдегі ең көп ұрланатын өнім. Ең көп ұрланатын өнім сыр. Панда қай елдің символына жатады? Жарайсыз, панда Қытай елінің символына жатады. Анемия ненің кемуінен пайда болады? Әрине гемоглобиннің кемуінен пайда болады. Ең биік мұнара қай жерде орналасқан? Дубай қаласында орналасқан. Олимпиада туында қанша сақина бар? Барлығы 5 сақина. Шайды ең көп өндіретін елді атап кетіңіз. Әрине бұл Қытай елі. Әлемде ең көп таралған көзді білесіз ба? Жауабы қоңыр. Сейсмология ғылымы нені зерттейді? Жер сілкінісін. Қай құстың көзі миынан үлкен? Бұл түйеқұс. Міне достар, видео да аяқталып қалды. Видеоны арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға қанша сұраққа жауап бергендеріңізді жазып кетіңіздер. Ол маған қызық.